Dünyasında болып жатқан мына геосаяси жағдайлардың әсері бар, түрлі оқиғалар бар. Сол мемлекетіміздегі ата заңында мына өзгеріске, үлкен өзгерістерге түсуіне мәжбүр болып отырмыз. Себебі бұл қажеттіліктен туындайды. Жаңа заңымыздың жобасымен танысқанда байқағанымыз, мына заң мен тәртіпті қатар алып, барлық салада болмасын, адамның құқығын жоғары қоятын, адам үшін, халық үшін құрылған заң екенін байқауға болады. Енді заңның барлық осы талаптарын, осы өзгеріске түсіп жатқан заңның барлық жаңағы баптарының бәрін халықтың өзі тікелей араласып талқылап жатқанның өзі біздің мына үлкен алға басқан қадамымыздың бірі деп есептеймін.